Қайырлы күн, құрметті азаматтар. Менің есімім Сүйінбаев Ақберген Жақбекұлы, құқықтық статистика және арнайы есеп алу комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің ақпараттандыру және ақпараттық қылмыстық бойынша аға прокуроры. Бүгін құқықтық статистика және арнайы есеп алу комитетінің қамқор ақпараттық порталына шолу жасаймыз. Ол үшін интернет браузерда қамқор адресін тереміз. Қамқор ақпараттық порталының басты беті негізгі 4 бөліктен тұрады: жолданымдар, тексерулер, іздестіру және ақпарат. Қазіргі кезде біздің азаматтармен жиі қолданылатын бөлімдердің бірі жол-көлік оқиғаларына қатысы бар автокөліктерді тексеру. Ол үшін тексеру батырмасын басамыз. Тексеру батырмасын басқан бетте бізде тексеру бөлімі ашылады. Ол үшін көліктің номерін, мемлекеттік және шанақ номерін басып, іздестіру батырмасын басамыз. Жол-көлік оқиғасына қатысы бар автокөлік туралы ақпарат шығады. Келесі бөлім ол біздің сот әрекетке қабілетсіз деп танылған тұлғалар туралы ақпарат бөлімі. Ол үшін тексеру батырмасын басып, ашылған бетте азаматтың жеке сәйкестендіру номері мен куәлік номері және куәліктің берілген күнін тере отырып, іздестіру батырмасын басамыз. Егер азамат сотпен әрекетке қабілетсіз деп танылса, ол туралы ақпарат шығады. Келесі бөлім ол біздің кәсіпкерлермен жиі қолданылатын бөлімдердің бірі тексеру туралы ақпарат алу. Ол үшін тексеру батырмасын басып, сізге ұсынған тексеру парағының номерін тересіздер. Іздеу батырмасын бағу арқылы, іздеу батырмасын басқаннан кейін тексеру парағында белгіленген номер арқылы тексерудің заңды екені туралы ақпарат ала аласыз. Келесі бөлім ол географиялық карталар бөлімі. Қарау батырмасын басамыз. Картаның бізде 5 түрі ашылады. Бізде азаматтармен кеңінен қолданылатын қылмыс картасы және апат картасына тоқталып өтсек болады. Қылмыс картасын басқан кезде сізге республика бойынша қала аудандар орталықтарындағы қылмыстық жай-күймен танысуыңызға болады. Және біздің бұл қылмыс картамыз Криша KZ сайтымен интеграция жасалынған. Осы бойынша сіз өзіңіздің болашақ үй алу бойынша жоспарыңызға сәйкес алатын үйіңіздің ауданның болмаса балабақша мектептердің айналасындағы қылмыстылық санын білуіңізге болады. Ол үшін преступность батырмасын басып, белгіленген ауданның көлеміндегі қылмыстың жай-күйімен таныса отырып, өзіңіздің және өз жақындарыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етсеңіз болады. Қамқор ақпараттық порталының азаматтарымызбен кеңінен қолданылатын бөлімдеріне шолуымыз аяқталды.